Махаббат ертегісі атты түрік сериалы 2024 жылы жарыққа шыққан. Сериалда басты рөлді Бурак Дениз ойнаған Махир есімді кейіпкер туралы баяндалады. Көп жыл бұрын оның әкесін өлтіріп кетеді. Содан кек алу үшін ол туған қаласына оралады. Қалада Махир Жанфиза есімді қызды кездестіріп, оған ғашық болып қалады. Жанфизаның әкесі Махирдің әкесінің өліміне қатысы бар болып шығады. Бірақ Махир мұны білмейді. Махир Жанфизаға үйленгісі келеді. Бірақ шындықты білген күні бәрі өзгереді. Басты кейіпкер Жанфизаның рөлін актриса Су Пурчу Кошкун сомдайды. Жалпы сериал қалай басталады? Бірінші бөлімге қысқаша солу. Денизли қаласында ықпалды тұлға Кюршат Килимчи заңсыз контрабанда операцияларына кедергі келтіріп жатқан комиссар Мехмет Йылмазды өлтіруді шешеді. Мехмет өлтірілген күні Кюршаттың қызы Жанфиза дүниеге келеді. Жанфизаны босану кезінде анасы қайтыс болады. Ал Кюршаттың анасы Кюршатты баланың осындай қиын тағдырына кінәлі деп санап, баласынан, яғни Кюршаттан сырт айналады. 21 жылдан кейін Мехметтің ұлы Махир Кюршаттан кек алу үшін Денизлиге оралады. Махир мен Жанфиза ерекше жағдайда кездеседі. Жанфиза тағдырдан оған күйеу жігіт жіберуді сұрап, рәсім өткізіп жатқан. Сол сәтте өмірінде Махир пайда болады. Жанфизаны бір көргеннен Махир ол оның тағдыры екенін және олар міндетті түрде бірге болатынын түсінеді. Кюршатқа қаржылық қиындықтарды жеңуге көмектесу үшін ол Жанфизаны бай бизнесмен Селимге үйлендіруді шешеді. Қаланың ықпалды адамдары, соның ішінде полиция қызметкерлері де үйлену тойына шақырылады. Қонақтардың арасында Махир де бар еді. Ол қалыңдықтың Жанфиза екенін білмейді, бірақ үй иесі әкесінің өлтірушісі екенін біліп келген еді. Жанфиза үйлену тойынан қашып кетіп, Махирмен кездесу үмітімен үңгірге барады. Махир де тойдан шығып үңгірге бет алады. Онда Жанфиза оған үйленуді сұрайды. Бірақ Махир оның атын білгеннен кейін саусағына сақина тағудан бас тартады. Махир Жанфизаны аң аулайтын үйге жасыруды шешеді. Таңертең Махир Жанфизаны жанармай құю бекетінде қалдырып, әкесіне қайда екенін айтады. Селим Жанфизаны ұрлап әкетіп оған, егер Махир оны құтқаруға тырысса, Селим тойды тоқтатады. Ал егер Махир Жанфизаны құтқаруға тырыспаса, ол тағдырына мойысынады деп шарт қояды. Селим мен Жанфизаның үйлену тойы. Тойда Махир құрметті қонақ және күйеу жігіт жағынан куәгер болады. Тойда неке тіркеуші Жанфизадан некеге келісетінін келіспейтінін сұрайды. Жанфизаның жауабы қалай болмақ, әрі қарай оқиға қалай өрбімек, оны білу үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта Махаббат ертегісі түрік сериалының бөлімдерінде каналымда шолу жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдын ала рахмет.